келмек. Енді мына қазақтың салты бойынша тағы да ассалаумағалейкум барша ағайын. Жаңа ауылына келе жатқан келген қадамы құтты болсын, той оң болсын, ұзағынан болсын. Бүгін міне арасында да ақ түйенің қарны жабылған ағайын. Көптен күткен ұлы той мен өмір отырман. Енді біз қазақ сақтың салтын ұстаған халықпыз, дәстүрден аттамағанбыз. Сол дәстүріміздің бірі бүгін осы келіннің бетін ашу тойы құтты болсын дегенге және де Байбаққа ауылынан келіп жатқан жаңа құдашалар қадамдарымыз ой бітсін дегенде арасында да осындай әдемі мағжандай қыздарыңызды алып келе жатсыздар. Рахмет, Алла разы болсын. Тек қана отыратын орнымыз төрде болсын дегенде. Барлық жастар бақытты болсын. Енді қазағымыз салты бойынша рұқсат болса осы беташар тойын бастаса қандай, рұқсат па? Олай болса алдарымызда қаламыздың белгілі жас әншісі Нысан бауырымызға бұйырып берген шашылды, маған қарай шашылды ағайды, маған қарай, далаға біз. Şayın жолдастан келін келді көрінгер көрінгіден беріңдер келін көрін дегендер әне маған еріңдер күнді де ашықсын құтқарылсақ шашықсын бір-біріне мына жұрт көрінгіден асырсын алыстасын жырғана қызықтасын бұл бала жеті қырдан арасы жетсін алыс шыңдата алдарында келіп тұр ақмаралдай бір бала келін жаман асырын көкте тұрған күн ғана сыр алдырмай көрмейін соң контакт берейін көктемдегі өтіндей көңіл жырын төгейін даусым әлсіз демейін микрофонның жебейін күтіп тұрған келінін бетін ашып берейін ақ бетімді езгілеп бояй бермей келіншек етегіңді кескілеп тонай бермей келіншек жуаса деп еліңді жорғалама келіншек айналдырма еліңді қолбалаға келіншек өзіңе жақын досетпе өзің жатып еріне тұрсашы деп ұшытпе баршаңа бірдей айтайын өзегіңді өксетпе үйде жалғыз қыдырма сылтау еттік бірісті қайындықтың қаламас болғыдырып жүрісті жасы қырда екен деп жаманы қылма жоғысты абырой арын кетеді ерді қылсаң бұл істі болғанда келгем бұрын жатпай ерімнен ат-енеңді жайғап сал ісіңді қой еріңден бір жылға дейін ескеріп сынайды сені көріңіз бір-екі жыл өткен соң істе болма сенемен айтар сөзім және бар құлағыңды салып тыңдасаң я болмаса қояйын аяғың шыдап тұрмасаң халықтың бәрі жолығар кеш батқанша жырласам таң атқанша таусылмас әзілді қойып шындасам о жас келін ұлысын құтты жақсы елін мәдениетті өмірің тұрмыстарың шат келін осы менен тоқтайын басқасына соқпайын жаман істі қайтейін домалатып тоқтайын арасында шулақтай саған тетін тілеушіміз түрінде
келін бөлсәлем Ең баладай құшағын алдыңа әкел жатын Тәтті жылы жұмсаған саған сақтап қоятын Келіп өтіп келін жан атамыздың үлкені Тілеуін тілеп жастардың ақылын айтып жүргені Апаларыма келін бөлсәлем Үйдің күлі апаңның бұлар сүйі Сәлемі қызметті осында жүргені Сәлемінің қалқы өткелі жүргесін Таныстырып ойлайын келін жанға жегесін Үйділеріне келін бөлсәлем Жақсы болсаң егерде өмірге етпек жаратар Жаман болсаң егерде өмірге теріс қаратар Нағашылар осында жас келінді жаратар Дүниен келін қаттырақ, қаттырақ ел қаттырақ Нағашыларға келін бөлсәлем Өмірдің осында ортасынан табылар Көршілердің қасында ұзамайды жанына Көршілер келсе алдына жарым келін артына Көршілердің әрқашан ұзамайды жанына Көршілеріне келін бөлсәлем Көңіл күйін сөзіңді сыңдап қаққан сынадай Осы сыңдарма сендерде шиыршылығы көп шығармай Жаңа келді кезегі құда менен құдағай Сол айтылған құдамен құдағайларға келін бір сәлем Құда мен құдағайларға келін бір сәлем Құрдас болмаса, мұндай тойды кім бастар? Мына тұрған құрдастар, күн ертеңде сырластар Ауыздарынан түспейді, той жүріммен тойластар Ертелік кеш сабылған, мына тұрған құрдастар Құрдастарыңа келін бөлсәлем Дәрмеккен таңғы айтылмай, қатырдан қалған өзгеңіз Атайтылар кісілер, ұялмас жақтың көйгеңіз Қатырдан неге қалдық деп, өңдеп кетті жүргізіп Шашуларын таярлап, тойға елмен бөлелем Бөлелеріне келін бөлсәлем Адамдықтан наралған, аққұмырдан жаралған Аққұмыны енді ақша, ақ жүрегі ағарған Құлайтын сенің сырында, жырлайтын сенің жырында Танып ал келін еңдесен, қайнымен қайнысың мұнды Қайнымен қайнысың деп келін бөлсәлем Аты шыққан әлемге, әлем деген сәлемге Бара бермей келінге, қарамай білен біленге Бектен шарын біткен соң, біздер қайда қалдық деп Айқай салып бар елге, тойға келген келін бір сәлем Осы тойға келген халқына келін бір сәлем Жандастарға да Тұрғандарға да бір сәлем ағай Бетімді ашқан адамның шырқы түнге саламын Толып сыған келіндан құтты болсын қадамын Ерек болсын босаған, кеңірек болсын келеген Үлді еттіп жаратсын, келінді өнерін Бұқташарды аяқтан, босатамын қолымды Жаулығымды көтеріп,
сол ыстық демекші Нысанбай балаларына бір қошемет деп қойшы ағайын. Эстраданың ауылымыздың жұлдызы. Айталанбас орны бар. Ал енді ағайындар міне киімнің беті ашылды. Көк толшаш шашылды. Енді қазақтың ырымы бойынша жаңағы табаға май қойып от жағады ғой, бая оның басын айтатын бет ашып алып, енді бар келді өркейдесіңдер болады деп. Расында енді қазақтың ырымы ғой, салтында бар, осы жаңа айтқандай сүйеніңіз бәлен жаладан аман болсын деп әуелі бір алға. Енді бір салтымызда бар нәрсе сол шеттен жаңа айтқандай келін ана бір шетке апарып, жаңа айтқандай абысындары бар, осы ауылдың өзінің майға шайлап қайтарыстырып алды. Қалғандарымыз бұйыртса келін келді, көптен күттік. Енді қазір бұйыртса дастарханда отырсақ, ал енді ауыл үлкендері бар ма? Бандай жүресіз, е? Әр жақсылыққа бір бата деген ағайын. Сол себептен де бір бата жүресін. Ауыл үлкендері бар ма? Жаңа ақсақалдарымыз келсе, мен микрофонды берейін. Келіп арасыз ба? Былай кеттік, балдар. Болды, давай. Ал амин деп қол жайық ағайын. Бақытты болсын, әумин. Çok bir karok gelin olsun orada. Rahmet Allah razı olsun. Әңгіме көп сөйлегенде әңгіме жүректе бар ағайын. Ағамыз міне екі түрлі байта алмай тұр. Айналды шеш, айналды шеш. Ана, айналды шеш. Келін түсті салды ғой бұрынғының, біздің үйге бірендай бұрымдының. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда, қызыл жайлы жүзіңді жасырғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдынан ашылғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Той шығауын Сүгірәлі ауылына келе жатқан ағайындар, қош келдіңіздер, қош көрдік. Бүгінгі міне естелесі мерей қосып дәулетіңе, жыры мен сәуле қосын сәулетіңе, ағайын құда жеп жат. Қош келдіңіздер. Бүгінгі Жариевтер әулетіне бір қошемет болсын шағай, той қыласын ағайын. Біз әрине қиядан қыран ұшса, қияғы күйіп құлан жорса, тояға тозатын, шексізден шексіз кейін байта өлкеміздің тал бесіктен жері бесікке дейінгі бүгінгі жалғасып келе жатқан дәстүріміздің бірі осы ағайын келін алу. Әрине бұл келін алғанда да арнайылап бүгін міне беташар той ардақты ағайындар. Ендесе жаңа міне Нысанбай бауырымыз келін бетін кім асса кім ыстық деп, сол арасында да Нысанбай бауырын әдемі түрде қазағымыздың салты бойынша келіннің бетін ашып берді. Одан кейін міне жаңа айтқандай бұл ырымдары жасалып жатыр. Енді әрине ағайын бәріміз дастархан басын жайғасып отырайық, алдарына сосын дәміне ала отырайық. Мен енді бір Аллаға сеніп, қуанышқа сүйініп тойымды бастайын ағайын. Ауыл бөлек болса да тілек бір дейді ағайын. Саусақ бөлек болса да білек бір дейді. Бүгін міне осы ауылда үлкен той, қазақтың айтуы бойынша ақ түйенің қарны жарылып жатқан күн ағайын. Ендеше тағы да
келіндеріміздің аяғы түсімді болсын деген келеді. Арнайылап келіп отырған осында әдемі келінімізді алып келіп отырған, маржандай келінімізді алып келіп отырған, Байбақтың ауылынан келіп отырған жаңа Құдасалға да бір қошемет деп қойшы ағайындар осы. Рахмет, Алла разы болсын. Жаңа да айтып жатыр, басында да айттық, құрметті Құдашалар, әрқашанда төрлеріңіз, орындарыңыз төрде болсын деген келеді. Өте қуаныштымыз, осындай әп-әдемі келіндеріміз алып кіріп жатсыздар, жаңа көріп жатыр, жүздеріңізден байқалып тұр, көңілде екен, бізде қуанып жатырмыз. Енді ағайын, біз мана айттым ғой, сақтың салтын ғылымның ғұрпын ұстанған халықпыз деп, дәстүріне аттамағанбыз деп. Сол дәстүріміз бойынша міне әдемі ақ дастархан жайылып жатыр. Үй иелеріне бір құрмет болсын. Баладай көңілмен, даладай дастархан жайып жатқан осы отаудың, осы үйіміздің шағырын беріктей ұстап отырған Жұмагүлдей анасына бір қошеметтеп қойшы, ардақты ағайындар. Ал енді көпке созбайын, әдептен озбайын. Көп сөз күміс, аз сөз алтын дейді. Мына ыстық кезде мен микрофонды алып жұлқып тұрмайын. Сол себептен де бірінші тілекті ауылдан бастайын демекші. Арасында да ауылымыз үлкендеріне бергім келіп отыр. Осында төрде ағайын әртүрлі жағдай бар ғой, әртүрлі тағдыр бар. Тағдырның арасында да әр келленің басында бір іш бар демекші. Арасында да мен өзім де Нағашының ауылында өскен боламын ағайын. Руым қалша жеменей болған мен Өрежектің ауылында өстім ағайын, Қосай ауылында. Сол айтқандай, арасында да әр нәрсенің орны бар. Мына жерде төрде отырған, арасында осы балдардың нағашысы Жаңай ауылына да бір қошемет деп қойшы әрқашанда. Жоқтығыңды жалғаған нағашысы демекші, арасында да бір қошемет болсын ағайын. Енді мына тойымызды мәнді де сәнді ашып беруге ауылымыз үлкендері микрофонды берейін. Келесіздер ме, апарып берейін ба ағайын? Келеді ғой, Болды. Ал олай болса тойымызды алғашы шымылдама ауылымыз үлкендері микрофонды берейін. Оğratın bas güdümü. Olay ayda vereyim. Alınmette toyşuk alın. Endi bugün ciğerimiz koluna kondurgan kısım. Bit aşarı avlum koyup. Болашақтың балдарды қойып. Көгере берсін. 362 әулие қолдап қорғап жүрсін. Жалғыз қойып. Жағынан болсын. Жақсы келін болсын. Бүгін Тамадыда жас жігітіген танитын. Жаста өткізсін. Осы мені видалған, менің бәрі қожалығым бәрі қуанышпен өткізсін, күлкімен жалғаса берсін. Көңіл дүткен. Рахмет. Сіздер сөйлейді ме? Ana isteyeyim mi? Bulay da ayta verir misin? İstedim. Arasında altına uzun geçtim şu. Ayta verim. Assalamu alaikum Hikmet Kalayım. Hoş geldiniz bırakın. Kıraşaların ağında, köybaların ağında, Navay ağında. Oyunda Sıvantan yerinde Kuantılarında ortak toplu bir görüntüler. Yine özü tanıştırsam, olsun daha Azat'ın
Nағашысы Базарбайдың қайнатасы. Ол білей атын Ерғанбай. Алдыра түсіп атқан келін ауылдарында құтты болсын. Bir balam, iki balam ol, akıllı karıncan, tuanmasın, tuanışatı sağlam olsun, ömrü şükürlü olsun. Diyen sağ olsun, elimiz kılıç, aman oyuna geçeceğiz, buraya koyarınca diyen sağ olsun. Balдар baklı olsun. Uzak ömür sürsün, ömrü şöyle olsun. Ay bereket. Var mı atağa? Birinci tasarıgan bitirip söyle. Oldu mu? Açıyor. Birinci tasarıgan söyleyeceğim de. Şey koy. Şey. Aşağı şekilde olmuş. Ona mağam Orakta bu karısı kaynağı mı oluyor tamam bir katı. Ya Allah tamam bir her нәрсе бар ғой жаңағы сыртта отырған қайнағасы бар екен сол енді мына жерге келетін мүмкіндік болмай тұр сол кісіге мен сыртта да болса тілектің артықшылығы жоқ қай жерде болса да сол ағасына мен қайнағасына сол микрофон бергім келіп отыр ағайын Азаттың нағашысы қызыл қуырдақ келді ме ағайын ай бәрекелді шай келіп жатыр ма ақ шай көк шай қара шай бәрі бар ма болды. Соңғы кезде тағы 4-ші шай шығыпты ағайын. Мына бұрынғы шөлмектің орнына тек қайнаған су ішетін болыпты. Жеңгелер бар екен, әпі әдемі ер бала етті барып жүрген. Қайнаған су керек па? Бер. Біз шелегімді әкеп қойыңдар мұнда. Söyleyeyim mi? Assalamu alaikum. Süreli ağırlık. Süreli geldiğiniz kutlu olsun. Aldar bakıtlı olsun. Allah'ın desin benim adım Abdullah. Oysa Azat'tan görsün. Kudaydan gelip görsün. Son olan oruğun zamlarına sanır. Aldar bakıtlı olsun. Üniversiteler uzak olsun. Tek o sağolda koy bola versin. Koy da geliverin. Құрметті қауым барлықтарыңа той құтты болсын, жығысты болсын. Мен көршімін Азаттың. Айтылған тілектің бәрі қабыл болсын, пешкені құлағыңызға шал болсын. Келіннің қадамы құтты болсын, келін жақсылығымен келсін, бақытымен келсін. Екеуі де бақытты болсын, бақыттары баянды болсын, өмірге шөлерлі болсын. Екі бала екі жаққа сыйлы болсын. Aslında kandarda toyuna gelirsin. Toy olasın. Bana yavrum kızava kurası olan Cuma günü gelin mutlu olsun. Azat ondur vakit olmak mutlu olsun. Aklımda böyle şöyle olsun. Koy olasın. Vallahi vakit olsun. Ne stakanda? Kim bana? Son bölüm. Biraz vakit olsun. Evet. Bak işte ver var. Assalamu alaikum. Toylarına doğum olsun. Kelin kutlu olsun. Balдар бақытты olsun. Amin. Men Rum Әли Аралбайдың екінші келінінің әкесімін. Гүлнұр деген қызымыз. Мына осындай тойға келіп жатқан жайымыз бар. Ал аманшылық болсын, тойдан болсын. Балдар бақытты болсын. Рахмет. Allah razı olsun. Babam şay işi basma bak. Şay Kazak'ın motor diyor tabi.
Мен енді арнайлап берейінші, осы жерде әлі сүйіндік ауылынан келіп отқан Ақтұрған апа бар ма? Осы ма? Бәсе, осы апама беріші деп еді ол басында. Апа, сіздің тілегіңіз керек. Сіздің тілегіңіз керек деп айтыңыз. Ama жақын сөйлесін. Бұрашада, қыздар, бөлелер, бәрін айтып жатқан. Ер азаматтардың алып. Мына келіп өткен бақта келген Қаза деген бақта қуанышы қорқын алла тағала. Өмір жолдарыңыздан әрқайын қуанышы күндер Nazırda kulansın, malatların kulansın, basına ağayın durmayın. Şimdi biz de şeyle kullandık, süpetin turcaksı gelin var. Apamın тілегіне бір қошемет жеп қойын. Генерал апамыздың қойын қошеметіне. Артына бір екі шапан бар ма? Бүгінгі мына менің бөлелерім, келіндеріңіз тіпті болсын, бала бақытты болсын, жолыңдар ене болып жатқан құтты болсын жаным. Балдарың бақытты болсын. Үбір-шүбірлі болып, азат жанымның жапырағы жайылсын. Тек той деп келейік жаным, дастархандарың тойға жайылсын. Тағы бір-екі апа сөйлен, соны арғай қысқартайық, е? Апа, жақын ұстайық, е? Тек ұзағынан болсын, қоштағадан құттаған қақпені құтты болсын. Менің сауын есбесін мол болсын. Шамында тек сендерді күндеріңізге әбден той деп келек. Құлағыншай, ене болуымен жаным. Көмек отырып, айтан, сантөре, амангүл, жұмагүл. Ғана келіндерге де еркеш. Жонас. Жаңыл жүйетші, адымға құтты болсын. Оңынан болсын тек, үйлерімізде әрдайым той болсын, бізде де той деп келеді. Еліміз сау, несібеміз ол аспанымыз ашық болсын, нанымыз көп, еліміз тыныш болсын. Азатымыздың бір басы екеу болып қуанып жатырмыз. Бәріңізге де құтты болсын. Азат та әжесі өзі Бегдашта мәпелеп, артынан қалмай, балдар ұрып кетсе жүгіріп айқайлап өсіріп еді. Апамның баққан баласы ұзағынан сүйіндірсін. Сұлтанбегімнің құрдасы той қыласын. Балдарымыз үйлене берсін. Үбірлі шүбірлі болсын, той болсын. Апам да бір аунап жатқан шығар мәз болып. Азат жаным үйленіп жатыр деп. Болды ма? Кім бар тағы? Айтың, бетің бар, жүзің бар, айтпай пыстыңдар, е. Деп сұрап алайын деймін. Сәлематсыздар ма деймін, құрметті той қонақтары. Барлықтарыңызды қош көрдік дегім келеді. Жалпы өзім таныстыра кетейін. Мен осы Марадона деген жаңа жігіт бар еді. О дүниелік болып кетті. Сол жігіттің келіншегімін. Мына жерде мынау менің қайын сіңлілерім жеңеше деп қатты сыйлайды. Керемет қыздар. Сау болыңыздар, жеңеше тойға келді. Қайта айтқасын келіп отыр. Өзімнің осы Әлім ауылында да той болып жатыр. Дегенмен өніп өсіп отқан жерім жаңа ауыл ғой деп. Мына қыздарымның бір ауыз сөзі. Осылар үшін келіп отқан жайым бар. Мынау женімнің бір басы екеу болып жатыр. Нағылды Құдайдан сұрайтыным тек осы 2 жас бақытты болсын деймін. Өздерінен өніп өсіп үпірлі-шүпірлі болсын деймін. Келген келініміздің қадамына нұр жауып гүл бітсін деймін. Яғни ерке келінім бар, осындай болса болды бізге. Бұл келініме вообще сөз жоқ. Көрген жерде жығыла кете сәлемін салайды. Жеңеше деп жүгіріп жүреді, сау бол жаным. Өркенің өссін, таңыр жарылқасын деймін. Барлықтарыңыздың үйіңізде тек той болсын деймін. Тойда жақсы күнде көрісуді Алла тағала несіп етсін. Тойға ұласа берсін жаным. Тек жақсы күнде осы шаңырағыңа келетін болайық. Сау бол тамам. Бір енді қол соқпай ағайын, тойға, ардақты ағайындар. Міне үлкендеріміз тойымыздың алғашқы шымырдан ашып берді, сәнді де мәнді қылып
төрде отырған үлкендерім әрқашан аман болыңыздар. Расында да ел ағасы деп айтады. Сөз бастаған, жол бастаған, сол айтқанда міне осында ақ жолықты әжелеріміз отыр, аналарымыз отыр. Рахмет көп сіздерге осындай әдемі тілектерін жалғап жатсыздар. Мен енді ары қарай бір микрофон өзім қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса деп мен бір ән орындап берейін, әдемі түрде. Сосын ары қарай жаңағы қазақтың рәсімдері бар, салттары бар, соны жаңа айтқандай келіннің қолынан Құдай қаласа келін сәлем етеді аршағына, содан кейін келіннің қолынан бұйырса шай ішеміз ағайын. Жалпы тойда менімен жағаласып жүретін келіндер болады жалпы. Бұлар себе қызметте ғой ағайын. Шай құяды. Мен де өзім қызметте болған екі бір-бірін болады енді. Ал енді мен үлкендерім аман болсын деп мен бір әдемі келін келіп жатыр ғой. Әннен бастап берейін. Қуанып бүгін той қылған күнің, мүмкініңе балайтын. Сақтаған салтын, армысың халқым, ассалаумағалейкум. Көңілімде нұрлы көктемнің, жанымда жүрмен от бердім. Қыз атқан келін алған ауылға, құтты болсын деп келдім. Қыз атқан келін алған ауылға, құтты болсын деп келдім. Бірін күйеу боп, бірін келін боп, өмірлерің нұрлансын. Құрметтеп елді көріп сендерді, бар ғашықтар үлгі алсын. Көңілімде нұрлы көктемнің, жанымда жүрмен от бердім. Қыз атқан келін алған ауылға, құтты болсын деп келдім. Көңілімде нұрлы көктемнің, жанымда жүрмен от бердім. Қыз атқан келін алған ағайын, құтты болсын деп келдім. Құтты болсын ағайындар тойларыңыз. Қазір мына жаңағы басында айттым ғой, сақтың салтын құнның ғұрпын ұстанған халықпыз деп. Әрине біз түркі халықпыз, соның ішінде қазақпыз. Қазақтың салт дәстүрінде бар, мына келген баршаға бір жалпылама бір сәлемет жіберсін, қасында кім? Абысыны бар. Қасында кришасы бар, кет. Музыка қайда? Келін сәлемет отыр. Азаттау 38 жыл дегенде алып отыр ғой енді. Молодец, мен 19 жылда алып едім, Азат 38 жылда алып отыр. Рахмет, Алла әзіл ғой енді. Міне қазақтың салты әдемі келін сәлем етіп жатыр. Біздерге сіздердің келеңіз баталарыңыз ғой. Көп жаса деп жатсыздар, бақытты бол деп жатсыздар, ұлтап, еселеп деп жатсыздар ғой. Дұға тілектеріңізді қабыл етсін, Алла Тағала әрқашанда әмин ардақтаған. Енді қазақтың салты бойынша келіннің қолынан шай ішуге. Төрден бастаймыз да. Төрден бастайық, сол қанаттан.
міне әдемі шай құйып жатыр. Арасында да жолы болғысы келді екен, тфай-тфай. 500-тегі түсіп кетті ал мына келін шайдың кезінде көбісі қашып кетеді. Айтамын бәрін ұстап алып шай құйып отыр, отырсып қойып. Жине алмай жүреміз сыртта, кіріңші ішкен. Енді келін жайлап шай құя бер, ардақты ағайындар, біз арғай жалғастыра берейік, себебі уақыт ұстамайық. Адамға ең құнды уақыт қой. Мен Жұмагүлден сұрайын деп, Жұмагүл кетші бері қарай. Ал бала өсірдіңіз, осы уақытқа дейін туған түлек бердіңіз ба, қандай келсе екен деп армандадыңыз? Жақсы келін. Ол сірә солай ғой, жақсы келін. Ары қарай әдемі мінез демесін келтірсеңіз. Инабатты, ақылды. Oldu mu? Tangert ерте тұрсың. Тұрады ғой. Сықитып айтып тұрады ғой деді ғой. Баяғыда бір құдағай келіп алып айтқан екен дейді. Біз қызымда күн көрсетпей баққанбыз енді. Біз де күн көрсетпейміз ғой дейді. Әзіл ғой. Міне расында да мен неге сұрап жатырмын ағайын. Адал сүт емген келін келсін деп әр қазақта армандаймыз ғой. Бәрімізде де шүкір ұлы өсіріп отыр. Сол жүрмей тұрып ағайындар. Қош көрдіңіздер, қош көрдік. Міне әдемі әсемді келінімізді алып келе жатсыздар аманат қылып. Енді Құдаша деген өзі былай қарағанда разведчик қой енді. Ұлы барғаннан кейін қалай болып, той қалай өтті. Сол айтқандай қазіргі тілмен айтып жатқам. Жақсымыз асырып, жаманымыз жасырып баратын өздеріңіз сіздер қашанда. Ал енді алдан тұрып төліңіз тағы құтты болсын. Құдашалардың ішінде главный шежганы болады. Қайсы қол отырыш? Главный шежганы болады. Сіз ба? Ой, бәрекелді. Енді бір таныстырып өтсем өздеріңізді де бір жолға. Тілектен кейін. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, тойға оласа берсін, толғасын таба берсін. Ауылдарыңызға түсіп жатқан келін құтты болсын. Осы екі араға салынып қалғандар мықты болсын. Екі шақа бірдей болсын. Маржанның туған апасы болам, атын Гаухар. Атақшелік Беріш. Туған жеңгесі Маржанның аты Айгерім. Екінші жеңгесі туған Жансая. Апасы Айгүл аты. Жеңгесі Таңсұлу. Сіңлісі Іңкай. Мыняқта бүлінері бар. Айгерім Айша. Сіңлілері Үнжу. Каусар Меруі Айнанкөз. Құрбысы Нұргүл. Осы делегацияның ауылымызға түсатқан келіндеріңіз құтты болсын. Араға салынатын алтын көпіріңіз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Шаңырақ көтеріп жатыр, екі бір-біріне тірек болып. Шаңырақтары бақытқа, қуанышқа, шаттыққа келе берсін, екі жас бақытты болсын деп. Ауызы күйін арқанды жалып, екі жақтада сіздер қуанышпен келіп жатырмыз. Сипатыған келіндер құтты болсын, оңдасын. Мен де қашыласын сіздер қимасыз бар, бірақ кету, бақытты болсын, маңдайы болсын. Кеше тойда күй баламызды көріп жатырмыз. Сіздер жүрегі ақ, жүзі шешіп кеткен. Жүңкіріпті, сүйіріпті, өте ақылынан көзі сай шекілген құдағай жақсы баладан мен сияқты бізге 100 жылда күйеу болсын. Ең бастысы, екі жас бақытты болсын, көтеп атырған шаңырақтары оң болсын, кедергілерімен кездері өтек болсын. Ұрпақтары көбейе берсін, негізден сегіз тауып, осы әулеттің тек балалары көп болып, үлкен құдағай бәйтерек болып, ашалықты әже болып, осы солай ауылда тек көтер орнамызды. Кетейсініп, кетті демекші, ендігі жерде тек
мал баланың шашу деп жүре беріңіз апасы. Бір қошемет деп қойшы. Той иесіне кезек берейін, е? Ағайын тумаластар, рахмет тойымызға келген азатымыздың үйлену тойына. Сіздерде осындай той болсын, үйлеріңізде. Не айтамын, мен сіздерді бәрін жақсы көремін, ең жүрегімде сіздер. Балдар бақытты болсын. Той шыққан бәріңізге де көп рахмет. Той тойлап жатырмыз, бәрімізге қуанып жатырмыз. Шай ішіп болдық енді, бәріңіз билейік, приз алайық. Той-тойға жалғаса берсін. Артымызда ет бар әлі. Билейік, күннің ысына қарамайық, тойда шаршайық. Жамикаға қол соқпайындар ағайын. Жамайкаға. Алташ қауымдар, қош келдіңдер. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Бүгін азатымыз келіншек келіп мәз болып жатырмыз бәріміз. Құдашалар қош келдіңдер. Барлықтарыңа көп рахмет сыйлап келіп жатқандарыңызға. Той-тойға ұласа берсін. Жұмагүл, Амангүл құтты болсын. Ертеңгі күнді күшті қарсы алайық, күшті өткізейік тойымызды. Барған келін қош келіп жатсың. Тек той деп жүрейік, тойда кездесейік. Рахмет барлықтарыңызға, құтты болсын тойларыңыз. Тойшы қауым, келгендеріңізге көп рахмет құдашалар. Тұрған орындарыңыз құтты болсын. Ертеңде той, бүгін Беташарға келдім деп ертең тойға келмей қалмаң. Бәріңізді күтеміз, алда тағы үлкен той бар. Бәріңізге денсаулық тілеймін, осындай той тілеймін. Аман жүрің бәріңіз. Аманшылық болсын, екі бала бақытты болсын. Бар тілеймін сол. Бір қошемет болсын. Мынау толықты. Ей бар екен мен қара зілде әйтеуір. Шамасы тиын бергенсіңдер ойнап айтамын. Ал, рахмет, Алла разы болсын. Міне ата, расында да ата-ана деп жатады ғой. Анасы ақ тілеген арнап жатыр ағайын. Жатса да тұрса да баласының тілеуін тілейтін анасына тағы да бір айып болмаса бір қошемет болсын шағайын. Осы ауылын түстің өтіп, әрқашанда тұғырын биік ұстап отыр ғой. Ана деген ардақты деп расында бекер айтпаған. Жалпы білесіздер ғой, ана бір қолымен әлемді тербетсе, екінші қолымен бесік тербетеді. Үшінші, міне бүгін келін алдым деп бүткіл ағайының басын қосып, жүрегін тербетіп жатыр. Рахмет, Алла разы болсын тек. Әрқашанда бала шағаңыздың қызығын көріңіздер. Болдық қой ағайда, астың батасын қайдан бұл рұқсатта. Сыртта қазір бейіміз бар 15-20 мейді. Айыпқа бермаңыздар. Шайдың батасын жасап жіберейік. Айетті үлкен астаға. Етті. Кім оқысана оқы? Микрофон кейде істемей алың, басай бұнда алмайды. Ниет десеңіз рет. Амин. Еліміз тыныш, басымыз аман, тойымыз көп болсын. Olma. Мына микрофон сен істесең жасай. Нағыз талаптың тілек екен мына. Рахмет, бұл енді.
басымызға амандық, дастарханда береке, отбасында ауызбіршілік, еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Алқамның берекетін бер, Алланың қуатын бер, екі дүнияның абырайын бер. Екі жас бақытты болсын, бақыттары баяғыр болсын, өмірі шөбірі болсын, той-тойға ұласын. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين على حضرة سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا ربي يا ذو الجلال والإكرام والسلام сауаптары осы өмірден дәм еткен ағайын тума жекжаттардың рухына бағыштадық, ата-бабамыздың рухына бағыштадық. Біліп білмей жасаған қателіктері болса ғафу кешіргейсін, қабырларын жарық қылғайсың, амалдарымен қияметте оң жағынан бергейсін. Артында қалған ұрпақтарына я Раббим өзің хидаят бергейсің. Я Рабби, я Рабби, я Рабби. Осы екі жас бақытты болсын, бақыттылығы ұзақ болсын және баянды болсын. Келген келіннің қадамы мықты болсын. Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар.